Саламатсыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз агросектор саласындағы ең бір өзекті бағыт және керек бағыт сақтандыру туралы әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Осы бағыттағы сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға қонаққа Агроиншуранс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Салтанат Сатыбалдина ханымды қонаққа шақырдық. Салтанат ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Енді жаңа ғана әңгімеміздің басында айтып өттік, агросектор саласындағы сақтандыру ең бір өзекті бағыт, керек бағыт деп. Осы ретте былтыр біз дәл осы студияда сақтандыру туралы әңгіме өрбіткен болатынбыз. Енді биыл бір жыл өтті. Бұл ретте қандай өзгерістер бар салада, қандай жаңашылдықтар бар, соны айтып өтсеңіз. Жаңалықтар, біраз жаңалықтармен келіп отырмыз сіздерге. Басты жаңалықтарымыздың бірі тарифіміздің төмендеуі. Тамаша. Және де лайт продукциясының пайда болуы. Сосында біздерде аудандардың субаудандарға бөлінуі. Соларға жекелеп тоқталып өтсек болады. Жақсы осы біздің шаруа қожалықтарға, тұтынушыларға, агротұтынушыларға жеңілдетілген жақсы бағдарламаларымыз бар. Енді тариф төмендеді деп айтып жатырсыз. Мысалы, барлығымыз көлік жүргіземіз, негізінен сол көліктен бізге сақтандыру жаңағыдай мәселесі жақсы таныс қой. Дегенмен осы көлік бағытында тариф жылдан жылға өсіп келе жатыр, өзіңіз де білетін шығарсыз. Ал сіздер керісінше тарифті төмендеттік деп отырсыз, неліктен, ол неге байланысты? Енді бәріңізге белгілі, бізде қайта сақтандыру компаниялары әлемдік 5 топта тұратын әлемдік компаниялармен жұмыс істейміз. Оның ішінде Швейцария бар, Италия бар, Германия. Қайта сақтандыру компаниялары біздің Қазақстанмен жұмыс істейді. 24-25 жылдары біздерде сақтандыру төлемдері азайып, Қазақстанда ауа райының қолайлы жағдайына байланысты, сақтандыру төлемдері азаюына байланысты, біздер осы қайта сақтандыру компанияларға осындай өтініммен шықтық. Бізге тарифтерді төмендетіп берулеріңізге, біздің жаңағы фермерлерге осындай көмек ретінде шығып, сол ұсынысымыз қабылданып, мысалға былтыр 6-1 деген тарифпенен біз сақтандырсақ, сол 5,3% түсті. Түсінікті. Тарифтер төмендеді. Бұл үрдіс алдағы уақытта жалғаса ма, әлде сіздерде мысалы жылма-жыл мысалы бұл деңгей былайша айтқанда ойнап тұра ма, мысалы климатқа байланысты ма, жоқ әлде басқадай жағдайларға байланысты ма? Климатқа байланысты тариф. Ең негізгі фактор сол болып тұр ғой, Қоңыржай жақсы климат болып төлемдер аз болса, мысалы біздер осылай қайта сақтандыру компаниялармен осылай жұмыс істеп отырамыз. Яғни қайта бізге кері байланыс беріп, олар біздің жағдайымызға еніп, тарифтерді төмендету бізге мысалы біздің шаруа қожалықтарына төлемдерінің азаюына себеп болады. Нақты мәліметтер келтіре аласыз, мысалы 2023, біз білеміз, кішкене жайсыздау ауа райы болды. 24-те де жаңағыдай шығындар көп болды. Осы ретте мысалы осы 2 жылдың динамикасымен келтірсеңіз, бұрынғы жылдар сіздер қанша төлем төледіңіздер шаруаларға? Биылғы жыл қандай нәтиже? Бұрынғы жылдары мысалы біздер 3-7 миллиард теңгеге дейін бір жылдың ішінде төлемдер болды бізде. Былтырлары 600 миллион көлемінде, биылда 600 миллион көлемінде шаруаларға төлемдер төленді. Соның мысалы төлемдердің сол азаюына байланысты осындай біздер шешім қабылдап, қайта сақтандыру компанияларымен осындай тұжырымға келіп, олар бізге қайта осындай көмек көрсетіп, тарифтеріміз төмендетіп берді. Сіз айтып жатсыз, қайта сақтандыру компаниялары деп, мысалы мен жаңа сізді әңгіменің басында таныстырдым, Агроиншуранс компаниясының бас директоры деп. Бұл ретте енді қайта сақтандыру компаниялары деген сіздер сонда бірнеше компанияның бірлестіктерісіз бе? Біздерде Қазақстанның 4 компаниясы біздермен жұмыс істейді. Оның ішінде әлемдік қайта сақтандыру үлкен компанияларымыз бар. Свисре деген мысалы Швейцарияда, Италия, Германияда мысалы
қайта сақтандыру компаниялары біздің Қазақстанға қызығушылықтығын білдіріп бізге мысалы сондай қолдау көрсетіп жатыр. Яғни біздің төлемдеріміздің 99%-ын сол қайта сақтандыру компаниялары төлетіп береді. Сондықтан да бізде жаңағы шаруа қожалықтарында төлемді алуларында ешқандай кедергі болмайды. Тамаша. Жаңа лайф өнімдер туралы айтып кеттіңіз, осыны аша түссеңіз. Лайф өнімдерін бір айтып өтейін дегенім, біздерде жалпы сақтандыру ол мемлекеттік бағдарлама 2020 жылдан бері қарай жұмыс істейді. Операторымыз аграрно-кредитная корпорация АКК, 80% мемлекетпен субсидияландырады сақтандыру премиясының. Лайт продукциясын жасадық, ол субсидияландырмайды, бірақ 50%-ық жеңілдігі бар. Есе аз төленеді, және де бұл лайт продукциясын біздер мысалы химия, дән жеткізушілер, поставщики дейді. Солар менен біздерде мәміле бар, олар мысалы сақтандырып, өздері пайда алушы болып шығалады. Мысалы дән жеткізуші дейік, ол фермерге мысалы дәнді қарызға береді. Бірақ договор поставки дейді бізде, сол жерде сақтандыруды талап етеді. Мысалы агросақтандыруды талап етеді. Сол жерде жаңағы пайда алушы выгодоприобретатель. Выгодоприобретатель болып жаңағы поставщик шыға алады. Егер мысалы құрғақшылық болып сақтандыру төлемі шығатын болса, ол сума тікелей жаңағы пайда алушыға түседі. Яғни поставщик ала алады. Ол өзінің қарызын солай жабалады. Сондықтан біздер қазір поставщиктармен осылай тығыз байланыста жұмысты істеп жатырмыз. Лайт продукциясын негізінен тек сол поставщиктер пайдаланып жатыр. Тамаша. Яғни мысалы жаңағы шаруаға тұқым жеткізетін компания ештеңе жоғалтпайды дейсіз ғой, тәуекел жоқ, иә? Егер мысалы құрғақшылық болып, фермер өнімін жоғалтып алса, ол сақтандыру компаниясынан мысалы өнімін ақшасын өндіріп алады. Сондықтан біздерде қазір жаңағы жеткізушілер біздермен қатты байланыста жұмыста істеп жатыр. Кейбір үлкен жеткізушілер бізде маркетинговый ход дейді ғой, сақтандыруды өзінің сатып алушыларына сыйлыққа беріп жатыр. Сондай да жағдайлар бар. Тамаша, жақсы бастама секілді, меніңше бұл алда уақытта да жалғасатын шығар. Бұл бар, бұл жалғасады. Бұл лайт продукциясын біздер субсидияға байланыссыз болсын деп, субсидия себебі бізде субсидиялар мемлекетпенен беріледі, және ауыл шаруашылық тұтынушылары оны тез арада пайдаланып қояды. Соған байланысты болмасын жаңағы деп осы лайт продукциясын біздер шығардық. Ал осы лайт бағытын жаңағыдай іске асқан жағдай болды ма биыл, мысалы бір егіні шықпай қалып, немесе сондай бір зардап шеккен шаруаның жаңағы осы бағыт іске қосылғандай деректер болды ма? Деректер бар ондай. Мысалы былтырда кредит алып, шаруа, сол жерде кредит беруші өзі осы пайдалушы болып шықты, выгодоприобретатель болып шығып, осындай сақтандырудың төлемін тікелей өзінің счетына қабылдап, фермердің 80% кредитін жапты да? Тамаша. Енді Салтанат ханым, біз аграрлық несие корпорациясының жаңағыда айтып отырмыз ғой, студиясында отырмыз. Сол жаңағыдай осы шаруаларды қаржымен қамтитын ең бір еліміздегі негізгі бағыт, негізгі механизм осы компания болып тұр ғой. Сондықтан сіздер осы АКК-мен қай бағытта жұмыс істеп жатсыздар, және белгілі бір деңгейде жаңашылдықтар бар ма, соны айтып кетсеңіз. АКК-мен біздер тікелей нығыз байланыстамыз. АКК бізде жаңағы айтып өткендей 80% субсидияны АКК арқылы өтеді. Яғни шаруаға жаңағы субсидияны дәлелдеудің немесе құжаттардың бір жерге өткізудің қажеті жоқ. Шаруа қалқан.кезекте.kz сайтына кіріп, онлайн ЭЦП-сіменен сақтандырып, 20% ғана төлейді сақтандырады, қалған 80%-ын жаңағы аграрно-кредитная корпорация арқылы төленеді. Ол бәрі автоматты түрде бірде жасалынады. Жаңағы айтып отырмын ғой, құжатты өткізіп, жүгіріп дәлелдеудің еш қажеті жоқ.
яғни былтырғы механизм әлі де жұмыс істеп жатыр, әлде жұмыс істеп жатыр. Және де биыл біз АКК бар, Бәйтерек бар, мысалы жаңағы Свисренің өкілдері бар, жаңағы осындай жеңілдетілген продукцияларын бәрін бірге қосылып шешіп, жаңа өнімдерді кіргізу туралы және де басқа да мысалы жаңалықтарды енгіздік бірге бірлесіп отырып. Түсінікті. Былтыр осы студияда сіздердің әріптестеріңізбен осы сақтандыру мәселесін қозғаған болатынбыз. Сонда мына малға қатысты кейбір мәселелер сөз болды, иә. Енді жаңағы егіншілікке қатысты көптеген мәселелер шешімін тапса, малға белгілі бір кедергілер болғандай болды. Мысалы, жаңағы малдың неден, былайша айтқанда, өлгенін анықтайтын жаңағы ветеринарлардың жетіспеушілігінің өзі белгілі бір деңгейде проблема болған екен. Осыған қатысты қандай да бір алға жылжушылықтар бар ма? Алға жылжушылықтар болғанда малға қатысты енді біздің ең басты жаңалығымыз, біздерде мал сақтандыру 12 ай ғана болатын. Бұрын, иә? Иә, бұрын, иә. Қазір мысалы біздерде жаңағы осы шаруалардың талабы бойынша, сұранысы бойынша мал бордақылайтын үлкен компаниялар бар. Олар малды 12 ай ұстамайды. Олар малды 3 айда, 6 айда мысалы бордақылап сатады. Сондықтан солардың ұсыныстарын ескере отырып, біздер 3, 6, 9, 12 ай деп мысалы сақтандыруды, бөліп сақтандыруды енгіздік. Ол да бір үлкен жаңалық, ол да бір үлкен пайда болды, шаруашылықтарға көмек болды. Сондай жақсы жаңалығымыз бар, яғни шаруа өзі таңдай алады. 3 айға ма, 6 айға ма, 9 айға ма, не 12 айға ма? Бекітілгендей жаңа 12 ай деген мерзім жоқ, иә? Мерзімі жоқ. Соған сәйкес тарифтері де өзгеріледі. Соған сәйкес страховая премия, то есть төлемі, шаруаның төлемі де азаяды. Жаңағы енді малдың аурудан басқа да қайтыс болған жағдайын сол біздің платформада шаруа айтып енгізеді дағы, оны жаңағы лабораторияға анализге өткізеді. Анализдің нәтижесі бойынша сақтандыру компаниясы төлемін төлеп береді. Ондай жағдайлар болды ма? Әрине, ондай жағдайлар өте көп. Бізде былтыр мысалы 103 миллион теңгедей сақтандыру төленді. Яғни аграрно-кредитный корпорациядан кредит алған шаруа өзінің кредитін көп пайызын төлеп жапты. Енді бұл бағытта заңды сұрақ туындайды. Жаңағы аграрлық несие корпорациясы арқылы несие рәсімдемей, мысалы тікелей сіздермен жаңағыдай өнімін, малын сақтандыруға бола ма? Әрине болады. Агрокредитный корпорацияның мысалы кредит алу шарттарының бірі осы сақтандыру, себебі олар өзінің рискін сақтандыру керек. Әрине. Өзінің несін. Бірақ ол міндетті емес, кез келген шаруа қожалығы. Кішкентай болсын, жеке болсын. Иә, сол кішкентайларға қатысты. Олар барлығы сақтандырылады. Өйткені осы Астананың төңірегінде байқасаңыз, және оңтүстікте де көп ондайлар, 100, 200, 500 гектарға дейін егін себетін жаңағыдай жылыжайлар салатын, ешқандай шектеу жоқ. Шектеу жоқ, бәрі субсидияға түседі, бәрі сақтандырылады. Әңгімеге осы дайындық барысында сіздерге қатысты биомасса индексін сақтандыру деген өнім бар екен, сол туралы толық ашып айтсаңыз. Биомасса сақтандыру өнімі түсініксіз болып тұр да. Иә. Жалпы биомасса сақтандыру өнімі ол жаңағы шегірткеден сақтандыруға ішіне кіреді. Жаңағы сайгак деген. Иә, соңғы жылдардағы басты проблема болып тұрған сол. Солардың зардабынан шеккен, ол да шаруалардың көп сұраныстарға ие болған продукт, бірақ ол әлі енген жоқ. Он жаңағы қарастырып жатырмыз. Өткенде сол айтып отырмын ғой, аграрно-кредитный корпорация бар, Бәйтерек бар, жаңағы Свисре бар, бәріміз осы мәселені көтердік. Ол мәселе әлі қаралуда. Жалпы сіздерге сондай өтінімдермен ұсыныспен шығып жатыр ма? Иә, шығып. Өйткені шынымен былтыр осы мына өзі киіктің миграция жолындағы көптеген шаруашылықтар кәдімгідей зардап шекті, оны көзімізбен көрдік бәріміз. Иә, шығып жатыр шаруалар. Бұл содан туындаған жоспар болып тұр. Содан туындаған жоба болып тұр бұл, иә. Бірақ әлі нақтыланған жоқ. Нақты белгілі болғанда хабарлап айтамыз. Және де түйе сақтандыру деген ұсыныстар мысалы келіп жатыр. Иә, олардың барлығы қаралуда.
қаралуда. Біздер шаруаның әрбір ұсынысын, әрбір тілегін қарастырып өзімізге оны жоспарға міндетті түрде енгізіп қоямыз. Шегіртке де сол жоспардың ішінде, иә? Шегіртке де бар, иә. Түсінікті. Мысалы, жаңа тағы бір әңгімеңізде айтып кеттіңіз, бұрын есептеулер аудан деңгейінде жүргізілетін деп, қазір субаудан дедіңіз бе? Субаудан, яғни ол не деген сөз? Бұрын мысалы бізде космомониторинг, Planeta Labs деген үлкен халықаралық компания бар. Күнделікті спутниктен бізге данныйлар түсіп тұрады, триггерлар, мысалы қай Қазақстан бойынша қай ауданда қандай мысалы жағдай. Бұрын тек ауданға бойынша болатын. Қазір сол аудандарды біз субаудандарға бөлдік. Кейбір аудандар 10-ға бөлінді, кейбір аудандар 5-ке бөлінді. Яғни бұл жаңағы сақтандырудың әділдігін түзетіп береді. Яғни мысалы бұрын шаруа қожалықтары бізге ренжитін. Аудан үлкен, мен мысалы ана жақтағы шаруа қожалығым құрғақшылық зардап шекті, ал басқа жақтағы мысалы қарама-қарсы олардың арақашықтықтары өте үлкен болуы мүмкін. Мыңдаған километрге дейін жетуде мүмкін мысалы. Оларда мысалы ол құрғақшылық болған жоқ деген сияқты. Сондықтан ол құрғақшылық болмағандықтан жалпы ауданда құрғақшылық жоқ деп есептелінеді. Қазір ол да мысалы біздің шаруа қожалықтарына үлкен көмек болды. Біз сол ауданды 5-ке 10-ға әртүрлі мысалы сандарға бөліп, субаудандарға бөлдік та, енді мәліметіміз нақты болатын. Яғни бір ауданның ішінде мысалы бірнеше субаудан құрғақшылық бойынша төлемді алуы мүмкін, бірнешеуі алмауы мүмкін. Бірақ бұл әділдік сақтандыру болып есептелінеді деп есептеймін. Сіздерге жұмыстарыңызға деген сенімді ұлғайтады ғой. Сөзіңіздің жаны бар, өйткені неге мен бұл өзім көзім жеткен жағдай, мысалы осы Ақмола облысында Арықты деген жер бар, сол жерде мысалы бір шаруаның 1000 гектар алқабы бар, көрші сол бір 5-6 мыңда ол ірілеу шамалы. Жаңағы 1000 гектардың несі егіні жайқалып бидай өсіп тұрады. Бір күннің ішінде осы оруға салақ қалған кезде жаңа бұршақ жауады. 1000 гектарын толықтай тып-типыл етеді. Ана кісіге керісінше түк болған жоқ бойынша қарағанда, иә. Бұл осындай жағдайға нақты жаңағыдай жұмыс істейтін бағыт болып тұр ғой, иә? Осындай жағдайға жұмыс істейді, бірақ біздер бұршақтан сақтандырмаймыз. Біздерде жаңағы топырақтың ылғалдылығының төмендеуінен немесе жоғарылауынан сақтандырамыз. Бірақ сіздің айтқан мысалыңыз дұрыс. Ол мысалы бүткіл аудан бойынша ғана көтермейді оны. Енді субаудан болып әр жаңағы бөлініп өзінің несіне қарай төленеді. Жаңағы ылғал соған ғана байланысты отыр ма сіздердің жаңағы бағалау нормасы? Иә. Біздерде ылғалдың тапшылығы немесе ылғалдың көбеюі. Яғни дефицит, засуха дейді, немесе жаңағы избыток влаги. Жаңбырдың көп болып түсуінен мысалы пайда болған. Ал енді соңғы Қазақстан жағдайы туралы айтатын болсақ, мысалы ең тәуекелді өңірлер қайсысы болып тұр қазір? Тәуекел жоғары. Тәуекел жоғары биылға мысалы солтүстік Қазақстан облысы болды. Биылға мысалы құрғақшылық көп болған, өте көп болған оңтүстік Қазақстан. Өкінішке орай оңтүстік Қазақстан биылға бізде Қазақстанда сақтандыруға кірді, бірақ ешкім сақтандырып үлгермеді. Бірақ құрғақшылық өте көп болды. Сақтандыру жаңағы бюджеттен субсидияларымыз уақытысында проблема болды кішкене бюджеттен. Сосын жаңағы фермерлердің кішкене сенім артпауы, олар бірінші рет сақтандырып отыр ғой. Біздерде мысалы 20-шы жылдан бері қарай солтүстік өңір көп сақтандырады. Олар жаңа сақтандыру төлемдерін жақсы алған. Олар мысалы көбісі инвестиция ретінде де қарайды сақтандыруға. Оңтүстікке кішкене жеткізе алмай жатырмыз ол хабарымызды. Сондықтан өте өкінішті, оңтүстік Қазақстан бізде өте қатты құрғақшылық болды, жоғары құрғақшылық болды, бірақ сақтандырылмағандықтан ешқандай төлем ала алмады. Ол енді неліктен деп ойлайсыз жалпы өзіңіз? Мына шаруалардың дұрыс ақпарат ала алмай жатқанынан ба екен, әлде керісінше жаңағы немқұрайлылығынан ба екен? Немқұрайлылығы да, сосын кішкене сенімсіздік білдіруі ма? Бір енді қатты жұмыс қазір басталып оңтүстікпенен жасалып жатыр. Бірақ кішкене сол жеткізе беру керек. Бізде мысалы қалқан.кезекте жаңа KZ платформамызда статистика бар. Статистикада бізде барлығы
барлық кейс дейді ғой, кейс мысалы айтыңызшы, поделитесь дейді. Жаңағы осындай төледі мысалы шаруа қожалығы, осыншама сақтандыруды алды деген мысалы біз бөлісіңізші дейді. Бөлісудің қажеті жоқ, сол жерге статистикасыға кіресіздер, мал шаруашылығында статистикасы да тұр, өсімдік шаруашылығында статистикасы тұр, барлығы тұр. Шаруа қанша төледі, субсидия қанша төленді, сақтандыру төлемі қанша төленді, әр аудан бойынша, әр облыс бойынша, жылдары бойынша бәрін сол жерден көре аласыз. Енді сізбен келсем, бұл тұрғыда өйткені жалпы қазір көзі ашық, мынау заманның жаңа технологияларын мейлінше меңгерген шаруалар, жаңағыдай өзіңіз айтпақшы, немқұрайлы шаруалардан деп айтайықшы, бір саты жоғары тұрады. Мысалы, мына Қарағанды облысында бір шаруа бар, ол кісі мынау толық жаңағыдай бүкіл қандай курс бар, компьютерный грамотность дейді, сауаттылық, Еговтың бүкіл несін меңгерген, субсидияны қалай алу керек, тіптен мынадайға дейін барады. Ол кісі мысалы өзінің жаңағы малшы, табыншылары бар емес пе? Сол кісілермен еңбек шарттарын жасасып, көп шаруаларда ондай жоқ мәселен, ауызба-ауыз келіседі, болды. Сосын еңбек шарттарын, жалақысын жаңағыдай картаға аударады, барлығы заңды. Керісінше мысалы жаңағыдай былай баяғышы ескі тәсілмен жұмыс істейтіндер байқаймын, жаңағыдай көштің соңында қалыңқырап жүреді шамалы. Сондықтан мүмкін сондай бір былайша айтқанда кішкене ағарту жұмыстарын жүргізу керек шығар, Енді біздер мысалы шығып, оңтүстік өңірлерде шығып, шаруаларды жинап жеткізіп жатырмыз. Шаруаларда сенімсіздік бар бір. Ой, ол алдап кетесіздер, төлемей кетесіздер, болмайтын нәрсе, оны мен дәлелдеуім керекпін, қағазын жинауым керекпін, сосын сіздер айтасыздар, ол жаңбыр болған жоқ деп айтасыздар деген сияқты сенімсіздіктер, ол мына оңтүстік өңірінде бар, себебі олар сақтандырып көрген жоқ әлі. Енді соны біз жеткізгіміз келеді, бізде қағаз несі жоқ, дәлелдеудің қажеті жоқ, бізде бәрі автоматты түрде, яғни космомониторинг спутник бізде күнделікті данныйларын түсіп отыр, автоматты түрде шаруа қожалығына тек уведомление келеді, мысалы сізге осыншама сақтандыру төлемі түсті деген сияқты. Сол бір айдың ішінде қайта сақтандыру компанияларынан ақша түсіп, шаруа қожалығына түсіп отыр. Салтанат ханым, осы өткен аптада ғана президенттің қатысуымен ауыл еңбеккерлерінің үлкен форум өткен болатын. Сол кезде фермерлермен біз тілдескенде мынадай жағдайды көтерді. Яғни, мысалы, мына Павлодар өлкесінде, Петропавл жақта бір ай қар ерте жауды ғой әдеттегіден, Енді сол кісілерге қазір шығындарын өтеу үшін жергілікті билік органынан қағаз әкел деп айтып жатыр екенді. Шынымен осы өлкеде бір ай қар ерте түсті деген. Біздер де шатыстырмаңыздыларыңызды сұраймыз. Біздің сақтандыру компаниямыз, бұл басқа сақтандыру компанияларының ұсынысы, жаңағы урожайность дейді ғой, урожайностьқа қарап мысалы біздер сақтандыру төлемдерін төлейміз дейді. Біздер оған байланысты емеспіз. Бізге шаруаның барып қағаз жинап немесе дәлелдеудің ешқандай қажеті жоқ. Жаңа айтып өттім ғой, Planeta Labs деген бізде халықаралық үлкен компания бар, спутниктан данныйларымыз түсіп отырады. Космомониторингпенен біздерде белгіленеді. Мысалы, өзінің деңгейлері бар. Жаңағы умеренная засуха, сильная засуха, экстремальная засуха деген. Сол деңгейлерді мысалы қалай есептейді? Бізде бәрі компьютер, бәрі автоматизированы, автоматты түрде шаруа қожалығына ескерту келеді. Сізге осыншама мысалы 25 миллион теңге сізге сақтандыру төлемі түсіп тұр деп. Шаруа қожалығының тек қажеті ЭЦП-мен кіріп қол қою. Қабылдадым, аламын деп. Сосын жаңағы бір айдың ішінде сол сума сол шаруа қожалығына мысалы тікелей түседі. Бізге еш дәлелдеудің, мысалы әкімшіліктен ешқандай қағаз алудың, қардың қалай түсу, жаңағы өнімнің қандай болуына еш байланысымыз жоқ. Тамаша. Салтанат ханым, енді біраз мәселенің басын көтерген сияқтымыз. Жаңағы айтып өткендей, былтыр осы студия барысында әріптестеріңізбен сөйлесіп, осы сақтандыру туралы біраз әңгіме айтқан болатынбыз. Енді көзім жетіп отыр, көптеген жаңашылдықтармен, жаңалықтармен келіпсіз. Енді біздің осы
арнамызды көріп отқан және аграрлық несие корпорациясы әлеуметтік желілерде өте белсенді. Ол жерде де көп сұрақтар қойылып жатады. Сондықтан осы сақтандыруға қатысты жаңағы шаруалардан, фермерлерден сұрақтар түсіп жатса, оны неден бастау керек деген қарапайым сауалға қатысты жауап таба алмай жатса, өзіңіздің берер кеңесіңіз, айтар ақылыңыз қысқаша айтып кетсеңіз. Қысқаша айтып кетсем, бізде қайда жүгіну керек ең бастысы деген әңгіме. Жаңа айтып кеткен платформада kalkan.кезекте.kz сол жерде барлық жаңағы картамызда, сол жердегі жаңағы тарихи деректерімізде, статистикамызда, калькуляторымызда қанша мысалы шаруа төлеу керек, қанша мысалы гектарға қанша төлемі болады, қанша субсидияландырады, бәрі сол сайтта бар. Сол жерде менеджерларымыздың телефондары да бар. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыздың бәріне көмектесіп сұрастырып жауап береді. Барлығы онлайн, ешқайда жүгінудің қажеті жоқ. Сол сайтқа кіріп БЦП менен сақтандыра аласыздар. Түсінікті. Жақсы телефон мен жақсы интернет болса жетеді дейсіз ғой. Түсінікті. Олай болса, Салтанат ханым, сізге осы алтын уақытыңызды бөліп біздің сұрақтарымызға жауап беруге келгеніңізге көп рахмет. Енді келер жылы тағы да жақсы жаңалықтармен, жақсы бастамалармен осы студия барысында осы біздің арнамызда жүздесуге жазсын. Көп рахмет сізге. Шақыруларыңызға рахмет. Қадірменді көрермен қауым, осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Естеріңізге саламыз, студияда қонақта болған Агроиншуранс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Салтанат Сатыбалдина ханым. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.